Selamünaleyküm okuyucular. Organikалық тіршіліктердің табиғаты мен жағдайларының күрт өзгеруіне алып келеді. Сіздегі қауіпсіздік шараларды атап өтейікші оқушылар. Теледидар, радионы қосып хабарламаны тыңдар. Иманғали. Суды, газды, электрді өшіріп, пештері өшірілді. Сәнді. Тамақ пен суды герметикалық ыдысқа салды. Қайсар. Төмендегі қабаттағы есікті терезелерді бекіту керек. Асқар. Эвакуациялық пункттер бар. Терезер. Қажетті заттар мен қымбаттарды алудыңыз бар. Асқар. Қымбат заттарды жоғары қабатқа апар. Жақсы ары жалғасыңдар. Жазыламыз. Жер сілкіну дегеніміз жер қыртысы мен жоғары мантиядағы кенет ығысу мен ыдыраулардың әсерінен туатын жер асты дүмпулері мен жер бетінің тербеле қозғалуы. Яғни жер сілкінісі кенетте пайда болады және қас-қағым сәтте өтеді. Жер қыртысының теориялық қозғалысын тудыратын жер сілкінісі өте жойқын болып келеді. Жер сілкінісінің барысында үйлер, жолдар, көпірлер, каналдар, тоғандар және басқа да ғимараттар, су құбырлары, канализация, электр жүру жүйесіндегі зиян келіп, байланыс бұзылады. Дәптеріңізге жазып па? Келесі слайдқа қараймыз. Келесі слайдтағы 5 жоғарғы балдан жоғары асатын болса, егер күшті жер сілкінісі болған кезде сіз үйдің ішінде болсаңыз, дүмпу күші 5 және одан да жоғарғы бал болса, қандай болады? Арсен. Ішкі қабырға қауіпсіз жерде бұрышқа ескін жақшауды барлыға жатыңыз. Үйректің столдың астына кіріңіз, себебі болар сізді құлайтын заттар мен сынықтарды қорғайды. Өзіңізді алу жиһаздары мен терезелерден аулақ ұстаңыздар. Лифтті пайдаланбаңыз. Жақсы. Түсінікті олдарды? Келесі слайдқа өтеміз. Жер сілкінісі кезіндегі әрекеттер. Асылай. Ғимараттан шығу, алғашқы 15-20 секунд ішінде үстелдің астына жасырыну, терезелерден алыста болу керек. Жақсы. Дәптерлеріңізге түсіріп алыңыз. Есікке тұру. Болықпа? Болса осылай жалғастыра береміз. Санатта лақтылау магма немесе өте ыстық қатты кешектерде сұйық лавалардың газ бөлшектердің жер бетінен көрініс беру процесі. Литосфералық тақталарда өзгерістер сызамыздар. Алда бұл сақтағы да жауап берейік, бірінші рақатты жауап береді, екінші тоқтар. Қазіргі кезде Алматы қаласына көмірдің бірнеше қауіпті бар. Салам, жер сілкінісі, қар көшкіні және де вулканның атқылауы. Қауіпсіздік шараларды атап өтейікші оқушылар. Теледидар, радионы қосып хабарламаны тыңдар. Иманғали. Суды, газды, электрді өшіріп, пештері өшірілді. Сәнді. Тамақ пен суды герметикалық ыдысқа салды. Қайсар. Төмендегі қабаттағы есікті терезелерді бекіту керек. Балдар, келесі слайдқа көтерейік. Катаклизм кезіндегі қауіпсіздік шараларды атап өтейік. Кім атап өтеді? Мен апай. Перизат. Рюкзак немесе сөмке, құжаттар, ішкіге жететін тамақ пен су, алғашқы медициналық дәріхана мен медикаменттер, жылжымалы электр қондырғысы көтеруге жол келеді. Жақсы. Келесі слайдқа өтейік. Сен дегеніміз не? Араб.
Қарақшы сайыл жойғын тасқын. Иманғали. Қарақшы сайыл жойғын тасқын. Қалған аудандарда мұздықтардан қардың мөлшерден артық мөлшерлі жауын-шашындардан жер сілкінуден тау өзендерінің арнасынан асып тасуынан яғни климат өзгеруінен пайда болатын табиғаттың жойқын құбылысы. Алла тауының етегінде яғни тау бөктерінде орналасқан мұнда көп өзендер мен мұздықтар бар. Сондықтан нөсер мен мұздық еру кезінде сел жүруі мүмкін. Бұрында Алматыда бірнеше апат болған селдің әсерінен. Ол 1921 жыл мен 1973 жылдар аралығында болған апат. Класс қалған ауданы өз бетінше қалай шыққан жөн? Кім айтады? Кәусар. Су басып қалған ауданы өз бетінше тек медициналық көмекке қажеттілік болғанда немесе су деңгейі тоқтаусыз көтерілгенде шығуға кеңес беріледі. Бұндай жағдайда сенімді жүзу құралы болу керек. Және қозғалыс бағыттан білген жөн. Жүзу құралы шүберек қатты аузы тұғырындаулы бос пластикалық бөтелкемен толтырып жасауға болады. Су ішінде болсаңыз суға батпайтын кез келген заттан мықтап ұстаңыз. Апатқа ұшырағаныңыз туралы қайта-қайта белгі беріңіз. Сізді судан алып шыққан бойда киіміңізді сығып қайта киіңіз. Суықтап қалудан сақтаңыздар. Жақсы, өте керемет отыралық. Алдан дәптері керек жерлерін жазылыңыз. Дәптерімізді жазып болсақ, келесі слайдқа көшейік. Қарғыш күні дегеніміз не? Жазу. Қар және мұз көшкіні тау шыңдары мен құлама беткейлеріндегі қозғалысқа түскен және төмен қарай құлаған қар массасы. Қар көшкінінің құлау себебі беткейдің қарға аса толып кетуінен, беткейде жатқан қар алаңнан температуралық қысылуынан және қар қайтадан кристалланғанда қар қабатының ішінде терші горизонттың пайда болуынан туады. Өте керемет. Дәптерлеріңізде көп жазылған жазылған сөздер жазылғаныз. Тау шыңдары. Жаңа тапсырмаңыз болса, тапсырмаларға көшейік. Тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырманы. Бірінші сұрақтарда Алматы қаласының қандай табиғи қауіп ұшырау мүмкіндігі жоғары? Екінші сұрақ, жер сілкінісі кезінде қандай әрекеттер жасау керек? Үш ережелер жаз. Бағалы күректересіне ескерттер көрініп тұр. Алдар жазып болса, ауызша жауап берейік. Кім жауап береді? Алматы қаласында табиғи қауіпке ұшырау мүмкіндігінің ең жоғарысы жер сілкінісі. Қала және Алатауының етегінде сейсмикалық белсенді аймақта орналасқан. Бұрын бұл өңірде бірнеше рет қатты жер сілкінісі болған. Мысалға, 1887 және 1911 жылдары. Сонымен қатар қалада сел, қар көшкіні және жер көшкіні қаупі де бар. Бірақ ең басты және жиі қауіп жер сілкінісі. Алдар тағы да бірінші сұраққа кім жауап береді? Бөлменің шетіне барып тұру керек. Ол жаққа төбеден құлаған заттар адамға тимейді. Алдар тағы да бірінші сұраққа екінші топта кім жауап береді? Райна. Қазіргі кезде Алматы қаласына төнетін бірнеше қауіп-қатерлер бар. Олар мысалға жер сілкінісі, сел және қар көшкіні. Қар көшкіні бұл қыс айларында Алатауының жоғарғы бөлігінде қар пайда бола бастайды. Таңертең күн жылынуынан мол қар жерге түсіп, осылай қар көшкіні пайда болады. Алдар тағы да бірінші сұраққа кім жауап береді? Алматыда сел қаупі неге жоғары? Қала Іле Алатауының етегінде, яғни тау бөктерінде орналасқан.
Munda ko'p o'zingizme muzduklar var. Sonuçtan sel men muzduk yürü kezinde sel juduğu mümkün. Birinde Almatı'da bir neçe apat bolgan selden әсермен. Ол 1921 жыл мен 1973 жылдар аралығында болған апат. Жақсы отыраға. Енді келесі сұраққа жауап берейік үшін екінші сұраққа жер сілкінісі кезінде қандай әрекеттер жасау керек? Кім жауап береді? Егер де біз үйдің ішінде болсақ, бірінші есіктің астында тұру керек. Ал екінші ереже барынша бөлменің шетіндегі бұрышқа бару керек. Екінші ереже бөлменің шетіне барып тұру керек. Ол жаққа төбеден құлаған заттар адамға тимейді. Үшінші ережеде адам үстелдің астына тығылу қажет. Өйткені оған шкаф немесе люстра тағы да басқа заттар құламауы мүмкін. Екінші сұраққа кім жауап береді? Бізде тек 10-20 секунд уақыт болады, және сол 10-20 секунд уақытта біз қауіпсіз жерге барып үлгеруіміз керек. Балда бірінші тапсырма түсінікті болса, орындап болса, екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырмада сүйерді соттыңызды естейміз. Балда сүйерді сканерлеу қайып. Жақсы, кім жауап береді? Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі елде сейсмикалық қауіпті аймақтар туралы мәліметтерді жария еткен еді. Еліміздің оңтүстігі мен оңтүстік шығысы, әсіресе Алматы, Түркістан, Жамбыл, Қызылорда облыстары, Алматы қаласы және Жетісу облысы ең сейсмикалық қауіпті аймақтар саналады. Жақсы, келесі. Ақтөбедегі Райана. Бұл өңірлердегі жағдай тұрақты бақылауда. Себебі орталық Азиядағы сейсмикалық белсенділік дәл осы аймақтарда жоғары. Осы аймақтарда тіркелетін жер сілкіністерінің басым бөлігі 9 төмен энергетикалық класқа ие ұсақ оқиғалар саналады. Ұлттық сейсмологиялық бақылау және зерттеу орталығының мәліметтері бойынша 2003 жылы бұл аймақтарда 11-2 класты оқиға тіркелген. Алайда жалпы пәннің құбылыс ретінде бағаланып қауіпті саналмайды. Жақсы, Райана. Отырау. Келесі сөзді жалғастырау. 2020 жылғы қарашасында Жетісу облысында тіркелген жер сілкінісі аймақтың сейсмикалық тұрғыдан белсенді екенін көрсетті. Сондай-ақ 5 қараша күні таңертең Алматы облысы мен Алматы қаласы маңында эпицентрден Алматыдан 33 шақырым қашықтықта орналасқан жер сілкінісі болды. Тағы да кім жалғастырып келесі? Ерасыл. Алматы қаласында бұл сілкініс 3 балл, ал қалаларда 4 балл шамасында сезіледі. Жер сілкінісі кезінде қала тұрғындары қауіпсіздік шараларын ұстануға тырысса да, мамандардың айтуынша бұл құбылыс Алматы аймағы үшін табиғи фондық процесс болып табылады. Жақсы, келесі. Қандай жалғастырамыз? Алматы мен оның маңындағы аймақтардың сейсмикалық белсенділік тұрғындар мен видео келген. Эвакуация жағдайында қаладағы қауіпсіздік шаралары мен көшіру басшылықтары қатаң бақылауда болады. Қаланың мектептері, ауруханалары және қоғамдық орындарында қауіпсіздік бойынша оқу-жаттығу шаралары жиі өткізіліп, тұрғындарға қажет білім мен дағдылар беріледі. Жақсы, отырау санды. Екінші тапсырма түсінікті ме? Әкелеріңізге жазалап екінші тапсырма. Балда екі тапсырманы орындап болсақ, кері байланысты күйерісті сканерлейміз. Кері байланысты беріп болсақ, бағалау шкаласындағы 1 мен 3 балл 2, 4 мен 6 балдың арасы 3, 7 мен 8 балл арасы 4, 9 мен 10 балдың арасы 5.
Балдар үйге тапсырма, егер мен сейсмол қалың болсам, өз ойыңды жазып келесіңдер, яғни істі жазып келесіңдер. Жаңа тақырыпты жазамыз. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз катаклизм жаһандық апат жойқын атмосфералық және жанартаулық процестердің әсерінен жер бетінің кең ауқымды бөлігінде органикалық тіршіліктердің табиғаты мен жағдайларының күрт өзгеруіне алып келеді. Сіздегі қауіпсіздік шараларды атап өтейікші оқушылар. Теледидар, радионы қосып, хабарламаны тыңдар. Иманғали, Суды, газды, электрді өшіріп, пештерді оқытуды. Санжар, Тамақ пен суды герметикалық ыдысқа салу. Қайсар, Төмендегі қабаттағы есікті терезелерді бекіту керек. Асылар, Эвакуациялық пункттер бар. Перизат, Қажетті заттар мен қабаттарды алудыңыз бар. Асыл, Қымбат заттарды жоғары қабатқа апару. Жақсы, ары жалғастырыңыз. Бізге жазыламыз. Жер сілкіну дегеніміз жер қыртысы мен жоғары маңыздағы кенет ығысу мен ыдыраулардың әсерінен туатын жер асты дүмпулері мен жер бетінің тербеле қозғалуы. Яғни жер сілкінісі кенеттен пайда болады және қас-қағым сәтте өтеді. Жер қыртысының теориялық қозғалысын тудыратын жер сілкінісі өте жойқын болып келеді. Жер сілкінісінің барысында үйлер, жолдар, көпірлер, каналдар, тоғандар мен басқа да ғимараттар, су құбырлары, канализация, электр жүру жүйесіндегі зиян келіп, байланыс бұзылады. Дәптеріңізге жазып па? Келесі слайдқа қараймыз. Келесі слайдтағы 5 жоғарғы балдан жоғары асатын болса, егер күшті жер сілкінісі болған кезде сіз үйдің ішінде болсаңыз, дүмпу күші 5 және одан да жоғарғы бал болса, қандай болады? Арсен. Ішкі қабырға қауіпсіз жерде бұрышқа иіскауға барлығы жатыңыз. Күйректің столдың астына кіріңіз, себебі болар сізді құлайтын заттар мен сынықтарды қорғайды. Өзіңізді ауыр жиһаздар мен терезелерден аулақ ұстаңыздар. Лифтті пайдаланбаңыз. Жақсы. Түсінікті балдарды? Келесі слайдқа өтеміз. Жер сілкінісі кезіндегі әрекеттер. Асылай. Ғимараттан шығу, алғашқы 15-20 секунд ішінде үстелдің астына жасырыну, терезелерден алыста болу керек. Жақсы. Дәптерлеріңізге түсіріп алыңыз. Есікке тұру. Болдық па? Болсақ келесі слайдты жалғастыра береміз. Жанартау атқылау магма немесе өте ыстық қатты кешектерде сұйық лавалардың газ бөлшектерінің жер бетінен көрініс беру процесі. Литосфералық тақталарда өзгерістер сызамыздар. Бұл сақтағы да жауап берейік, бірінші сұраққа кім жауап береді, екінші тоқтар. Қазіргі кезде Алматы қаласына күндердің бірнеше қауіпті бар. Мысалға, жер сілкінісі, қар көшкіні және де вулканның атқылауы. Қауіпсіздік шараларды атап өтейікші оқушылар. Теледидар, радионы қосып, хабарламаны тыңдар. Иманғали, Суды, газды, электрді өшіріп, пештерді оқытуды. Санжар, Тамақ пен суды герметикалық ыдысқа салу. Қайсар, Төмендегі қабаттағы есікті терезелерді бекіту керек. балдар келесі слайдқа көте берейік. Катаклизм кезіндегі қауіпсіздік шараларды атап өтейік. Кім атап өтеді? Мен атпаймын. Перизат, Рюкзак немесе сөмке, құжаттар, ішкіге жететін тамақ пен су, алғашқы медициналық дәріхана мен медикаменттер, жылжымалы электр қондырғысы көтеруге жауап келеді. жақсы. Келесі слайдқа өтеміз. Сен дегеніміз не? Арабша сайылық жойылған тасқын. Иманғали, Араққа саял жүрген асқан аудандарда
мұздықтардан, қардың мөлшерден артық мөлшерлі жауын-шашындардан, жер сілкінуден, тау өзендерінің арнасынан асып тасуынан, яғни климат өзгеруінен пайда болатын табиғаттың жойқын құбылысы. Алла тауының етегінде, яғни тау бөктерінде орналасқан, мұнда көп өзендер мен мұздықтар бар. Сондықтан нөсер мен мұздық еру кезінде сел жүруі мүмкін. Бұрында Алматыда бірнеше апат болған селдің әсерінен. Ол 1921 жыл мен 1973 жылдар аралығында болған апат. Басып қалған ауданы өз бетінше қалай шыққан жөн? Кім айтады? Кәусар. Су басып қалған ауданы өз бетінше тек медициналық көмекке қажеттілік болғанда, немесе су деңгейі тоқтаусыз көтерілгенде шығуға кеңес беріледі. Бұндай жағдайда сенімді жүзу құралы болу керек. Және қозғалыс бағыттан білген жөн. Жүзу құралы шүберек қатты аузы даулы бос пластикалық бөтелкемен толтырып жасауға болады. Су ішінде болсаңыз, суға батпайтын кез келген заттан мықтап ұстаңыз. Апатқа ұшырағаныңыз туралы қайта-қайта белгі беріңіз. Сізді судан алып шыққан бойда киіміңізді сығып қайта киіңіз. Суықтап қалудан сақтаңыздар. Жақсы, өте керемет отыралық. Алдан дәптері керек жерлерді жазылған. Дәптерімізді жазып болсақ, келесі слайдқа көшейік. Қарғыш күні дегеніміз не? Жирасы. Қар және мұз көшкіні тау шыңдары мен құлама беткейлеріндегі қозғалысқа түскен және төмен қарай құлаған қар массасы. Қар көшкінінің құлау себебі беткейдің қарға аса толып кетуінен, беткейде жатқан қар алаңынан температуралық қысылуынан және қар қайтадан кристалланғанда қар қабатының ішінде терші горизонттың пайда болуынан туады. Өте керемет. Дәптерлерімізде көп жазылған жазылған сөздер жазылған. Тау шыңдары. Жаңа тапсырмамыз болса, тапсырмаларға көшейік. Тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырманы. Бірінші сұрақтарда Алматы қаласының қандай табиғи қауіп ұшырау мүмкіндігі жоғары? Екінші сұрақ, жер сілкінісі кезінде қандай әрекеттер жасау керек? Үш ережелер жаз. Тағылып бір келесіне жүйкеліктер көрініп тұр. Алдар насып болса, ауызша жауап берейік. Кім жауап береді? Алматы қаласында табиғи қауіпке ұшырау мүмкіндігінің ең жоғарысы жер сілкінісі. Қала және Алатауының етегінде сейсмикалық белсенді аймақта орналасқан. Бұрын бұл өңірде бірнеше рет қатты жер сілкінісі болған. Мысалға, 1885 және 1911 жылдары. Сонымен қатар қалада сел, қар көшкіні және жер көшкіні қаупі де бар. Бірақ ең басты және жиі қауіп жер сілкінісі. Алдар тағы да бірінші сұраққа кім жауап береді? Бөлменің шетіне барып тұру керек. Ол жаққа төбеден құлаған заттар адамға тимейді. Алдар тағы да бірінші сұраққа екінші топта кім жауап береді? Қазіргі кезде Алматы қаласында туындайтын бірнеше қауіп-қатерлер бар. Олар мысалға жер сілкінісі, сел және қар көшкіні. Қар көшкіні бұл қыс айларында Іле Алатауының жоғарғы бөлігінде қар пайда бола бастайды. Таңертең күн жылынуынан мол қар жерге түсіп, осылай қар көшкіні пайда болады. Алдар тағы да бірінші сұраққа кім жауап береді? Алматыда сел қаупі неге жоғары? Қала Іле Алатауының етегінде, яғни тау бөктерінде орналасқан. Мұнда көп өзендер мен мұздықтар бар. Сондықтан нөсер мен мұздық еру кезінде сел жүруі мүмкін.
Бұрында Алматыда бірнеше апат болған селдің әсерінен. Ол 1921 жыл мен 1973 жылдар аралығында болған апат. Жақсы отыраға. Енді келесі сұраққа жауап беретін үшін екінші сұраққа жер сілкінісі кезінде қандай әрекеттер жасау керек? Кім жауап береді? Мен егер біз үйдің ішінде болсақ, бірінші есіктің астына тұру керек. Ал екінші ереже барынша бөлменің шетіндегі бұрышқа бару керек. Екінші ереже бөлменің шетіне барып тұру керек. Ол жаққа төбеден құлаған заттар адамға тимейді. Үшінші ережеде адам үстелдің астына тығылуы қажет. Өйткені оған шкаф немесе люстра тағы да басқа заттар құламауы мүмкін. Екінші сұраққа кім жауап береді? Бізде тек 10-20 секунд уақыт болады, және сол 10-20 секунд уақытта біз қауіпсіз жерге барып үлгеруіміз керек. Балдар бірінші тапсырма түсінікті болса, орындап болса, екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырмада сүйерді сұрқыңызбен істейміз. Балдар сүйерді сканерлеу қайып. Жақсы, кім жауап береді? Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі елде сейсмикалық қауіпті аймақтар туралы мәліметтерді жария еткен еді. Еліміздің оңтүстігі мен оңтүстік шығысы, әсіресе Алматы, Түркістан, Жамбыл, Қызылорда облыстары, Алматы қаласы және Жетісу облысы ең сейсмикалық қауіпті аймақтар саналады. Бұл тапсырма келесісі. Ақтөбедегі Райана. Бұл өңірлердегі жағдайларды бақылауда. Себебі орталық Азиядағы сейсмикалық белсенділік дәл осы аймақтарда жоғары. Осы аймақтарда тіркелетін жер сілкіністерінің басым бөлігі тоғыздан төмен энергетикалық класқа ие ұсақ оқиғалар саналады. Ұлттық сейсмологиялық бақылау және зерттеу орталығының мәліметтері бойынша 2003 жылы бұл аймақтарда 11-2 кластық оқиға тіркелген. Алайда жалпы кәмілеттік өлшемінде бағаланып қауіпті саналмайды. Жақсы, Райана. Отыралық. Келесі перизат жалғастыралық. 2020 жылғы қарашасында Жетісу облысында тіркелген жер сілкінісі аймақтың сейсмикалық тұрғыдан белсенді екенін көрсетті. Сондай-ақ 5 қараша күні таңертең Алматы облысы мен Алматы қаласы маңында эпицентрде Алматыдан 33 шақырым қашықтықта орналасқан жер сілкінісі болды. Тағы да кім жалғастырып келесі? Ерасыл. Алматы қаласында бұл сілкініс 3 балл, ал қалаларда 4 балл шамасында сезіледі. Жер сілкінісі кезінде қала тұрғындары қауіпсіздік шараларын ұстануға тырысса да, мамандардың айтуынша бұл құбылыс Алматы аймағы үшін табиғи фондық процесс болып табылады. Жақсы, келесі. Сандер жалғастырамыз. Алматы мен оның маңындағы аймақтардың сейсмикалық белсенділік тұрғындар мен видео келген. Эвакуация жағдайында қаладағы қауіпсіздік шаралары мен көшіру басшылықтары қатаң бақылауда болады. Қаланың мектептері, ауруханалары және қоғамдық орындарында қауіпсіздік бойынша оқу-жаттығу шаралары жиі өткізіліп, тұрғындарға қажет білім мен дағдылар беріледі. Жақсы, отыралық Сандер. Екінші тапсырма түсінікті ме? Рәсімдеріңізге жазалап екінші тапсырма. Балдар екі тапсырманы орындап болсақ, кері байланыс көрсіз сканерлейміз. Кері байланысы беріп болсақ, бағалау шкаласындағы 1 мен 3 балл 2, 4 мен 6 балдың арасы 3, 7 мен 8 балл арасы 4, 9 мен 10 балдың арасы 5. Балдар деген тапсырма егер мен сейсмолог ғалым болсам, өз ойыңды жазып келесіңдер, яғни істі жазып келесіңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.
Sağ olun. Sağ olun.